Қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен балықты оңай қору жолдарымен, лайфхактармен бөлісемін. Әрине, балықты пісіре алмайтын жан жоқ шығар. Сіздерге бұл видеоның аз да болса пайдасы болады деген сенімдемін. Олай болса, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менде бұл жерде үлкен карась балықтары. Ең алдымен маған осылай жолдасым барлық балықты түгел ашып, жуып дайындап берді. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай, ең алдымен балығымыздың сыртқы бөлігін ашып, ішінде уылдырық шықты бізде кейбір балықтарда. Осылай ішінде уылдырықтарын алып қаламыз, және басын біз үнемі алып тастаймыз. Сыртын жақсылап ашып, ішін толықтай тазалап аламыз. Жалпы сіздер уылдырықты пайдаланасыздар ма? Мен балықтан шыққан уылдырықтарды барлығын езіп, жаңағы балықты қуырған майға котлеттер жасадым, кішкене шағын котлеттер. Мінекей барлығын тазалап алған соң, жақсылап бірнеше қайтара сумен тазалап балықтарымызды жуып аламыз. Содан соң менің балығым өте үлкен болғандықтан бір балықты үшке бөлдік ортасынан. Егер сіздерде ұсақ балық болса, бөліп қажет емес. Мінекей көлемі дәл осындай орташа көлемде болды. Енді осы балықтарымызды дәміне қарай тұз сеуіп жақсылап тұздаймыз. Және де тұздап болған соң балықты міндетті түрде кем дегенде 30-40 минутқа немесе 1 сағатқа қоя тұрсаңыздар болады. Сол кезде тұзы жақсы сіңіп дайын тұрады. Балықты мен осылай табиғи таза адал ойылдың күркетауық майына қуыратын боламын. Олай болса, майымызды аямай көбірек етіп табамызға құйып аламыз. Майымыз қызғанша ұнымызды дайындаймыз. Сіздерге мінекей лайфхак көрсетейін. Ешқандай ыдысты ештеңені бүлдірмес үшін осылай салафан қалташасына шамалы ғана ұн салып, әр балықты осылай ұнға аунатып, артық ұнын сілкіп алып тастайсыздар. Сол кезде артық ешқандай ыдысты бүлдірмейтін боласыздар. Мінекей дәл осылай барлық балықтарымызды ұнға батырып шығамыз, және қызып тұрған орташа оттағы майымызға балықтарымызды салып, екі жағы қызарғанша жақсылап асықпай қуырып аламыз. Мінекей бірінші жағы қызарды, екінші жағы да дәл осындай алтын түсте сарғыш түске енгенше қуыратын боламыз. Оттың асты міндетті түрде орташа болуы тиіс, және пісіп шыққан балықтарды осылай қағаз майлықтың үстіне майын сорғытып салып аламыз. Балықтың қасына гарнирге кез келген тағам түрін ұсынсаңыздар болады. Мен осындай күрішті кукурузбен араластырып жасадым. Мінекей асты ешқандай жабысқан жоқ, өте әдем болып шықты. Менің каналымда рассыпчатый рис деп аталатын видеоны қарап шықсаңыздар болады. Дәл осылай күріштеріңіз шашырап әдем болып шығады. Осымен біздің өте дәмді тағамыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.